бүгінгі ертегіні тосып отырған болсаң, мен ертегімді бастайын. Бүгінгі ертегі түлкі мен құмыра жайында. Егін оруға келген шаруа сүт құйып алып шыққан құмырасын шөптің арасына тығып, өзі алқапты аралап кетеді. Ал бұны сол маңда жортып жүрген түлкі көріп қояды. Оңтайлы сәтті пайдаланып, тығылып келеді де, құмыраның ішіне басын тығып жіберіп, сүтті түк қалдырмай ішіп алады. Ал құмыраның басы тар ғой. Түлкі енді басын шығарайын десе, басы шықпай кептеліп қалады. Ары жұлқынады, бері жұлқынады. Әбден әуреге түсіп, оның дегбірі қашады. Әй, құмыра, біраз ойнадың, жетер енді. Жіберші менің басымды, деп түлкі жалына бастайды. Қанша жұлқынса да, басы құмырадан шықпайды. Сол кезде түлкі ашуланып, қап бәлем, тұра тұр, жақсылықпен жібермейді екенсің, мен сені суға батырайын, деп жүгіріп келіп, өзенге күмп беріпті. Сөйтіп, ашқарақ түлкі құмырамен бірге суға батып кетіпті. Сонымен ашқарақ түлкі егіншінің сүтін ұрлаймын деп, өзіне зиян келтірген екен. Балақай, менің ертегілерім саған ұнаса, міндетті түрде лайк бас, достарыңмен бөліс. Және лайк басуды ұмытпа. Жақсы ма? Ал өзіңнің пікіріңді менің Instagram каналыма қалдырсаң болады. Сілтемесін осы видеоның астына жүктеп қоямын. Келістік пе? Келістік. Ал жақсы, келесі кездескенше сау бол.